жақсы көңіл-күй ұсыну үшін Гүлмен тілек айтсын айданамыз, иә? Диана, бірінші бастай ғой. Орнымыздан тұрайық, барлығымыз. Тоқтай береміз. Ашық сабақтан бәріміз дұрыстап қатысып шығайық. Дауысымыз шығарып айтамыз, иә? Бүгін көңіл-күйден жайдарлы жақсы болсын. Бүгінгі ашық сабағымыз сәтті өтсін. Иә. Бүгінгі ашық сабақтан барлығымыз бес алайық. Өте жақсы. Бүгін бәріміз ашық сабақтан жақсы көңіл-күймен өтейік. Бүгін біз күшті көңіл-күймен олаймыз ашық сабақта. Бүгін барлық топтық жұмыстарға жақсы араласып, жақсы баға алуға тілектеспін. Өте жақсы. Барша оқушыларға сәттілік пен сенімділік тілейміз. Өте жақсы. Көңілді болсын. Барлық сабақтарды естен алдыңдар. Жақсы. Бүгінгі ашық сабағымыз жақсы және бір-бірімізге жақсы араласып отырайық. Бүгін барлығы сәттілік тілеймін. Бүгін жақсы ашық сабақтың өтуіне сәттілік тілеймін. Бүгін бәрімізге керемет күн болсын. Ашық сабақта жалғасайық, барлығынан біз алдыңыздар. Абай түседі. Соңғы күн. Жақсы. Бір-біріміз өте жақсы көңіл-күй сыйладық қой да? Көңіл-күйіміз тамаша қой да? Өте жақсы отыра қояйық барлығымыз. Енді оқушылар топқа бөліну үшін 1, 2, 3 әдісі арқылы, санау арқылы бөліне қояйық. Жарай ма? Саналамыз. 1, санай 1-де. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Жақсы. Бірлер бірінші қатарға 1-3 топқа келеміз. Екілер екінші қатарға 3-3-ші қатарға келе қойайық. Шабуыл әдісі арқылы мына әдісті пайдалана отырып сұрақтарға жауап беруге. Learning apps бағдарламасы бұл. Сіздерге көрініп тұрғандарыңыздай, мына сұраққа жауап бере отырып, әріптерді таңдаймыз. Сол әріптер арқылы бүгінгі сабақ ашуымыз керек. Барлық тірі ағзаларға тән. Қай әріпті ашайық? Бірінші қатар қай әріпті ашайық? Жақсы, о әрпін басып көрейік. Екінші қатарда дұрыс. Қолыңызды көтеріп жауап береміз. Орнымыздан тұрамыз, жарай ма? Келесі үшінші қатарда көзі. Жақсы, А. Келесі Айболат. Г. Әрпі бар сияқты, иә? Тағы Жұлдыз. Енді Ибрахим. Мына жақтан Диана. Қандай сөз шықты бізде? Ұрсалыс. Молодец. Келесі. Олардың мекен ету орталары. Бірінші сөз, яғни 3 сөз бар деген сөз. Біріншісі су. Бірден тауып алдыңыздар. Жер. Су. Жер. Келесі. Жер. Жоқ. Тау. Жоқ. Дұрыс айтты бекер. Орнымыздан тұрамыз. Және келесі. Құрлық. Өте жақсы. Бірден тауып алдыңыздар.
болады. Қаңқа, жақсы. Барлығымыз келісеміз ғой, иә? Қаңқа. Жақсы. Енді бүгінгі сонда тақырыбымыз біздің қаңқа және қозғалыс тақырыбы. Дәптерлерімізді ашамыз. Барлығымыз жазайық. Қаңқа және қозғалыс. Бүгін 15-ші наурыз. Қаңқа және қозғалыс. Енді миға шаруасын ағай жалғастырып, жаңағыдай тақырыпты анықтап алдық, иә? Енді мынадай сұрақтар бар екен. Тіршілікте не қозғалысқа ие? Тіршілікте не қозғалысқа ие? Иә, мысал келтірші. Мысалы, адам біз күнде қозғалысты ойлаймыз. Мысалы, жануарлар, ол да күнде қозғалып отыр. Әр минут сайын. Тағы. Иә. Және де құстарға дейін қозғала алады. Бірақ та омыртқаларды болса да, олар өз қорегін тауып, өздері қозғалысқа ие болады. Жақсы. Жақсы. Енді біздің жер шарымыз жата ма? Біздің жер шарымызда қозғалып жатыр, солай ма? Қозғалуға бейім заттардың тізімін жаз дейді. Яғни атайыншы қозғалуға бейім заттар. Иә. Диана. Жануарлар, құстар, бауырны жорғалаушылар, тағдасылар. Тағы бар ма? Қосатында бар ма? Өсімдіктер және де қозғалыстар жүретін, және де суда мекендейтін балықтар және жер шалы, ай қозғалыста үнемі жүреді. Олар жүреді, секіреді, жүгіреді, Жақсы, қуаныш. Омыртқалар, адамдар, Жақсы түсінікті. Жақсы, енді тамырсынды қалай сіңіреді, ол қалай басқа мүшелерге таралады дейді. Мына сұрақты неге байланысты деп ойлайсыздар? Кімге байланысты? Гүлге. Иә, гүлге? Өсімдікке. Яғни ол суды сіңіреді, ол да қозғалыс бола ма өсімдікке? Иә, болады, өсу арқылы. Қарап отырса, бізге білінбейді, бірақ та оларда қозғалыс жүріп жатады. Солай ма? Олар сумен неге жан? Жақсы. Әрі қарай, енді қозғалыс туралы жалпы тақырыпты түсіндіріп жіберейік. Қозғалыс жануарлар әлемі өкілдерінің басты ерекше қасиеттерінің бірі. Білесіздер, қозғалыс болмаса жануарларға тіршілік ету мүмкін болмас еді. Солай ма? Әр ағзаның өзінің тіршілік ету ортасы, құрылысына байланысты өзіндік қасиеттері, қозғалу тәсілдері болады. Енді біздер кейбір ағзалар бір ортада, сулы ортада да, құрлықта да мекен етуі мүмкін. Солай ма? Солардың да ұқсас қозғалыс мүшелері болады. Мысалы, жүзбе қанаттары, саусақтардың арасында жарғақтар, дене пішіндерінің сүйірлеу болуы, мана құрлықта да кездесетін, суда да мекен ететіндердікі бірдей болуы мүмкін. Келесі, көптеген ағзалар әртүрлі дене құрылысына қарамастан қанаттарының көмегімен жақсы ұша алады. Келсеміз ода? Мысалы, жәндіктер, құстар, жарғанаттар және киімдерде кейбір жануарлар құрлықта қозғалуға бейімделген. Жүйрік аттар, жүгіретін, секіретін, шегіртке, қалған түйеқұс, маймыл барлығы тірі ағзалар. Яғни бұлардың барлығы да қозғалыс маңызды дейсізді. Енді білеміз біз кез келген тірі ағза қаңқа болмаса, оның не істей алмас еді? Қозғала алмас еді. Яғни қаңқа ең басты тірек қимыл қозғалыс рөлін атқарады. Енді біз де білеміз, қаңқа әрдайым барлығында бірдей сүйекті болмауы мүмкін. Солай ғой. Кейбіреулерінде егер жануарлардың ұлы, өзен шаян, теңіз шаян, сырты сияқты қатты қабыққа, бақалшаққа ие болса, яғни бұл жануарлардың сыртында несі болады? Қаңқы сырты, қаңқасы оның қозғалуына не істейді? Көмектеседі. Оларды біз не деп атаймыз? Қаңқа деп атаймыз. Яғни біз қаңқаның бір түрін шығарып алдық, солай ма?
немесе сонымен қатар мана айтып кеттіңіздер, балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар дейміз, құстар, сүтқоректілердің барлығында сүйек түрінде болса, олардың қаңқасы ішкі қаңқа деп аталады. Бұл бұлшықеттің жиылу есебінен ағзаның қозғалысын қамтамасыз етеді. Яғни ол бұлшықетті не істеп отырады қозғалған сайын? Иә, қаңқаспен бірге жиылып отырады. Білесіз, жазып отырыңыздар, оқушылар. Келесі құрттар мен медузалар сияқты кейбір теңізде тіршілік ететіндердің сүйектері сыртқы қабықшақтар болмайды, бақалшақтар болмайды. Олардың денесі ағзадағы сұйықтықтың қысымы есебінен өз пішінін жиыру арқылы қозғалысқа түсіп отырады. Яғни оларды біз немесе гидроқаңқа деп атаймыз. Яғни гидро сөзі су деген мағынаны білдіреді екен. Гидроқаңқа. Сіз жазып аламыз. Тақтада жазып аламыз. Енді ағарай. Қаңқа жағын бөлгенімізде сыртқы және ішкі деп бөлдік. Ұлулардың бақалшақтары, хитиндік жабын, шаяндар, жәндіктер сыртқы ашты. Бас аяқты ұлулардың ішкі бақалшағының қалдықтар, омыртқалы жануарлардың қаңқалар бұл ішкіге жатады. Енді мана айтқанымызда гидроскелет деп орысша айтқанда, немесе қазақша гидроқаңқа. Организмдердің барлығы қайда мекен етеді? Дұрыс. Мыналардың барлығы суда мекен ететін ағзалардың бір түрі. Бұлар көбінесе мұхиттардың терең қабаттарынан кездестіреміз. Солай ма? Келесі мына жерде бір суреттер бар. Міне айтып отқандарымыздан кейін көресіздер ме? Ішкі қаңқаларға жататындар міне балықтың түрлері бар, құстары бар, көресіздер, иә? Мына жерде сыртқыға, айтып кеткеніміз манағыдай шаяндар, көбелектің өзі де сыртқы неге жатады қаңқаға. Ол көріп отқандарымыздай ағзалардың түрлеріндегі мысалдар. Енді түсінген болсақ, мынандай тапсырма, сәйкестендіру, жаңағы бағдарламаны қолданамыз. Барлығыңызға көріп тұр ғой, тапсырма. Енді осы жерде көріп отқандарымыздай қаңқаларды біз байланыстыруымыз керек. Жануарлар түрлерімен, яғни қаңқаларды бір-біріне байланыстыру керек. Дәптерге орындаймыз, немесе жаңағыдай сызба түрінде байланыстырып шығамыз. Қазір тақтаға шығамыз. Қарап отырмыз ғой, да? Барлығымыз қарап отырайық. Көріп отқандарыңыздай сыртқы қаңқа, ішкі қаңқа және гидроқаңқалар бар. Солай ма? Енді біз мынаны байланыстырып әкеп, қолымызбен жылжытып деп, яғни қолымызбен жылжытып бүйтіп байланыстыруымыз керек. Алдымен былай істейік. Ішкі қаңқаға бірінші қасқырды, кім шығады қасқырды байланыстыруға? Айболат, кел. Медузаға шықсам бола ма? Айболат мынаны байланыстыра ғой. Қасқырды, қайсымен байланыстырасың? Қасқыр ұстап тұр. Байланысты да? Байланысты ғой. Байланысты, ішкі қаңқа. Соңында тексереміз. Келесі отыра ғой, жақсы. Ұлуға кім барады, кел. Амина. Қайсымен байланыстырамыз ұлуды, Амина? Айтып отырамыз. Сыртқы қаңқа. Жақсы. Келесі медузаны. Диас кел. Қалғанымыз орындай берейік. Медузаны алып келеміз. Қайсына байланыстырамыз, Диас? Медузаны.
Tabii. Anladım.